Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жаңа жылдық дастарханға ерекше әрі өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдын ала қайнатылған 3 картоп пен 3 жұмыртқаны үткіштен өткіземіз. Картопты тұзды суда қайнатуға кеңес беремін. Содан соң 70 грамм шамасындағы колбасаны да үткіштен өткізіп аламыз. 70 грамм твердый сырды үткіштен өткіземіз. Менде қияр үлкен болғандықтан оның жартысын қолдандым. Егер қияр тым қатты үлкен болмаса, бір қияр қолдансаңыздар болады. Краб таяқшаларының 4 данасын үткіштен өткізіп саламыз. Екі жарым ас қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз салсаңыздар да болады. Менде картоп тұзды суға піскендіктен және сыр мен майонездің құрамында тұз болғандықтан тұз салған жоқпын. Осындай 2 үлкен лавашты әр қайсысын 4 бөлікке бөліп, 8 дана дөңгелек лаваш шығарамыз. Дөңгелек етіп бөлінген лаваштарды осы видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Оралған лаваштарды пергамент қағазы төселген листке салып, бетіне жұмыртқа жағамыз. Әрбір лаваштың бетіне осылай ақ және қара күнжіттен себіп шығамыз. 180 градус температурада қызып тұрған духовкаға 5-10 минутқа салып қатырып аламыз. Духовкада лаваштардың беті кішкене осылай қызарғанша ұстаймыз. Лаваштар бөлме температурасына дейін суыған соң, әрбірінің ішіне жаңағы дайындаған салатымыздан салып шығамыз. Содан соң ұсақталып туралған укропқа батырып аламыз. Біздің бүгінгі мерекелік тілеретін тіске басарымыз да дайын. Видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Каналымда басқа да жаңа жылдық рецептер мен идеялар бар, қарап көруге кеңес беремін. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.